Барлықтарыңызға қайырлы таң. Менің жылыжайымнан бір видео. Міне жылыжайдың бүгінгі 16 сәуір күнгі өсу барысы осындай. Мына жерлерде қиярлар. Мына жерде руккола деген салат жапырақтары әлі кішірек. Мына жерде қиярлар. Мына жерде қызанақтар. Мына жерде де қызанақтар. Мына қызанақтар мен мына қызанақтардың екі түрлі болу себебі екі түрлі сұрып, сондықтан сұрыпына қарай, көрдіңіздер ме? Сұрыпына қарай әр түрлі болып өседі. Міне бұл видеомда бір не өсіп жатқандығын түсіріп, және де өзіме бір осы күні бойынша белгілеп алайын деп осы бір видеоны түсіріп отырмын. Және де бір айтып пайдалы болсын деп айтып кететін нәрсе. Осындай жерлеріңіз болса, көшеттерді осындай жерге отырғызғанның несімен жақсы. Біріншіден бәрін бірге суара саласыз. Бір стаканға жеке-жеке отырғызса, сондай содан гөрі мынандай уақыт жағын үнемдейді. Су құйғышпен аласыздар да, лейка дейміз ғой. Сумен жалпы бірдей суарып өтесіздер. Және кейбір адамдар айтады, неге су көп болып, жаңағыдай көгеріп, сондай пайда болды деген сияқты суарған кезде артық ылғал, артық су қажет емес. Мысалы, мына жер қаншама мына биік, кәдімгідей қызанақ, қияр өсетін жерлер. Бұны осы биіктікті толтырып суарып қажет емес. Енді өз білгеніммен бөлісіп жатырмын. Біраз адам сұрайды, сол видеоны өзіме ғана белгілеу мақсатында түсірмейін деп, және кейбір адамдарға пайдалы кеңес болсын деп айтып жатқан себебім, жаңағындай осындай ыдыстың барлығын, ыдыс деген жердің осындай жердің барлығын шылқытып суару қажет емес. Мынаның тамырлары астында кішкене ғана, сондықтан мына жерге дейін суарып қажет емес. Суды өзінің бойына, шама-шарқына қарап құйған кезде артық болмайды су. Соны ескеру керек, жаңағындай артық су болып, артық шіру. Артық нәрсенің бәрі бүлдіреді ғой. Артық судың өзі бүлдіреді. Мына жерде баялдылар, міне, мынау қызанақтар, мынау баялдылар, қиярлар. Қиярларды әрине көшет қып қазір сәуір айының 16-сы мысалы өсіп жатқаны орталық Қазақстанға далаға отырғызатын болса, қиярды қазір отырғызу ерте. Қызанақпен бірге отырғызбаймыз. Мынау мамыр айының аяқ жағында далаға шығатын қызанақтар. Ал қиярлар ерте қазір осы жерде өсетін. Қызанақ пен қиярды сол бірге екпейміз. Егер далаға шығаратын болсаңыздар, қиярды кешірек екеміз. Ол тез шығады міне, көшет болып. Қазір дайын тұр, мысалы далаға шығара берсе болады. Сондықтан даладағы ауа райы әлі орталық Қазақстанда бізде қолайлы емес қияр шығаруға. Бұны осы жылыжайдың ішінде егуге арнап отырғызған. Ал мынау қызанақтың көшеттері, баялдылар және тәтті қызылбұрыштар, олар сол мамыр айының аяғында далаға шығатындар, ұзақ өсетін болғандықтан, олар осы әлі өсу керек. Қиярлар дайын болған себепті, мына бос жерлерге бүгін біразын отырғызып қоям деп жоспарлап отырмын. Ана жерде қиярлар гүлдеп жатыр. Енді гүлдегенде бірден қияр өсіріп кетуге шамалар келмейді, әлі кішірек. Әлім келгенше кішкене түбі тамырлары ұлғайсын, тамырлары жаңағы мықтырақ болсын деп гүлдерін алып тастағам. Мынау шетіндегісі ғана ептеп жақсы болып келе жатыр. Қалғандары бәрі баяу өсіп жатыр. Күннің өзі әсер етеді. Бұлар осы жылыжайда өспеген, үйде көшет қып ертерек мынандай қып әкеп осы жерге отырғызғам. Үйде біраз ұстап,
20 күнде үйде өсіріп, сосын әкеп осы жерге отырғызғанмын.